Саламатсыздар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгінгі тәртібімізге сәттілік, бәріміз жақсы қарсы сағатта белсенді танытайық. Жақсы отыра қойыңыздар. Бүгін балалар сіздерді үш топқа бөліп отырмын. Бүгінгі сабағымызға сәйкес біз жаңа тарауда астрономия тарау бастағалы жатырмыз. Соған байланысты сіздерді астрономия, шоқ жұлдыздар және жұлдызды аспан деп үш топқа бөліп алдық. Жеті қара ашырыңыз, иә? Жақсы. Енді әрі қарай бейне ролик тыңдасақ. Мұқият тыңдаймыз балалар. Екінші топқа, яғни осыған өзіміздің не түсінгенімізді жазып шықсақ. Ал бірінші тобымыз Аружанның тобы ғой, яғни ол топқа жұлдызды аспан, шоқ жұлдыздар туралы тапсырма. Екінші топқа жұлдызды аспан, бұған көрнелік және абсолют жұлдыздық шама тапсырмасы. Одан кейін үшінші топқа шоқ жұлдыздар тобына Стокстың формуласы. Яғни өзіміздің ойымызды жинақтап қағаз бетіне түсірсек. Дұрыс айтасыңдар. Одан кейін жақсы, одан кейін яғни осындай жауаптар енді топ басшысы бәріне жұмыстарға қойды қойшы. Бесеуі дұрыс болса, екісі майдың болады. Бесеуі жауап екен, иә? Келесі. Екіде А деген жауап екен. Ал қате көресіңдер де. Үште С жауабы. Сосын төртте осылай жауап берген бар ма?